Итер. Мен Әл-Фарабиді әлемдегі екінші ұстаз қазақ даласынан шыққан кісі деп жүрсем, Қуғынбай екен. Ол дана кісі. Я, дана кісі. Сондықтан бұл жерде күшпен емес, ақылмен шешу керек. Сол үшін тағы ойланайық. Ойланайық. Бір шешімі болу керек қой. Бері қараш, Нұржан. Жаңа біз асықты алғанда, мына тас қозғалған болатын. Демек, мына асықпен тастың байланысы бар. Ортақ механизм. Түсінбедім. Біз сол асықты алған жерге қайта салып көрейікші. Жарайды, салсақ салайық. Мұнда тұрғаннан асықтың бізге пайдасы не? Жүріңдер кеттік. Жүр. Міне, мынау тас. Сал. Сал, профессор, сал. Айттым сендерге. Саған, бұл қандай сиқыр? Кім ойлапты? Ертегідегі Али Бабаның өңгірі өзімізді қазір тауында бар деп. Жандос бол, асықты таста. Есіміз бар да еліміз табайық. Жүріңдер. Не болып жатыр өзі? Жандос, не істедің тағы? Сабыр, Нұржан. Менде тағы бір ой бар. Түсінбедім, профессор. Сонда осында отырмақпыз ба? Біз үңгірді ашуды таптық. Енді қорқатын ештеңе жоқ. Енді асықты қалай алу керек екенін жолын ойлану керек. Онда ойла, профессор. Жандос бол! Нұржан бол! Нұржан, Самал, маған бір ой келді. Сенің ақ ойың бітпейді екен. Айтшы, не болды? Мына асықтың салмағындай тас табу керек. Ол не үшін? Бұны асықтың орнына саламыз. Саған тас керек па? Онда тастан көп нәрсе жоқ қой. Мынау ауырлау сияқты. Болмайды. Мынау ше, көрші. Міне, мынау келетін сияқты. Онда салып көр. Көрейік. Нұржан, қолыңды берші, мен қорқам. Жарайсың, Жарайсың! Алақай! Жарайсың, профессор! Жарайсың, Жандос! Сен нағыз профессорсың! Профессор нес? Академику! Жарайсың! 5-ші асықты таптық. Енді аз қалды. Біз бәрін табамыз. Міндетті түрде табамыз. Енді тезет шығайық. Жүріңдер, кет. Жүріңдер. Тез. Самал бола ғой. Қане, оп. О, жарық дүние! Сен қандай ғажапсың! Сен қандай кереметсің! Туған жер айналдым сенен, тауларың, бауларың менен. Мен бұлардың ақылдылығына күн сайын көз жеткізудемін. Иә, олар біз ойлағаннан жылдам әрекет жасап жатыр. Талпыныстар жаман емес. Жасасын қазақтар.
Жома, Ау, бізге мына ұсақ тірлікті қою керек. не болды қожа? Бізге үйлену керек. Түк шіркін. Кейін бала шаға дегендей. Серьезный тірлікпен айналсақ. Қожа, сен кітаптағы сияқты сөйлеп кеттің ғой. Сонда не істе дейсің? Қандай серьезный тірлік? Мен ойландым. Бізге бар ғой. Тойхана ашу керек. Нормальный тірлік. Оның несі нормальный? Сен анау жалпақ басты білесің ғой? Я. Соның братан тойхана ашқан ғой? Қазір крузак мініп жүр. Қойшей. Я? Онда тойхана ашуға болады екен. Соған движение жасайық. Осы тірлік тындырайық, сосын ашамыз. Онда тездету керек. Анаған хабарласшы. Не болып жатыр екен? Алло? Жандос? Салам алейкум, бауыр. Уағалейкум ассалам. Қалай? Біздің тірлік не болып жатыр? Әлі айналысып жатырмын. Мүмкіндігінше тездетемін. Тездетсейші, бауырым. Оған уақыт керек. Ана Италиядан ұят болды. Әлі созып жүрміз. Бірдеңе болған жағдайда хабарын берем. Жарайды, бауыр. Қазақтар жаманатқа қалмайық. Тездет. Хабарласам. Жарайды. Аха, жарайды. Не дейді қоша? Дұрыс бәр. Бітірем дей ма? 4-5 күнде тындырып берем деп жатыр ғой. Болды онда. Жандос кешікті. Әне, өзі де. Жандос, Сәлем. қалайсың? Кел, отыр. Сәлем. Кешіріңдер. Жол жөндеу жүріп жатыр екен. Кептесті тұрып қалдым. Қане, іске көшейік. Не бар? Я, қазір. Олай болса, тыңдаңдар. Я? Қарашық баяу ғана ағады. Көп ұзамай сол қалаға барады. Құпияны шын іздеген адамға шырағданнан жарық сәуле жағады. Жарық. Түсінбедім. Қарашық деген көздің қарашығы ма? Оның ағуы қалай? Мен де соны ойладым. Ағатын болғандықтан ол өзен болар. Сендер Қарашық деген өзенді білетін бедіңдер? Жоқ, білмейді екем. Мен де естімеппін. Мүмкін ол өзен құрғап кеткен болар. Одан бері неше заман өтті? Мүмкін. Қазір мен интернет желісін қарап көрейін. Оңтүстік Қазақстан өзені. Қарашық өзені. Міне ашылып жатыр. Су қоймалары. Бұл емес. География жағдайы. Бұл да емес. Қазір. Міне. Қарашық өзені Сырдария алабына қарайды. Түркістан қаласының аумағымен ағады. Ұзындығы 102 шақырым. Әне, өз өлкеміздің өзендерін білмейміз. Сонау Америкадағы Амазонканы білсек те. Олай болса, Қарашық өзені арқылы Түркістанды меңсеп тұр ғой, ә? Я, өте дұрыс. Бірақ менде екі сұрақ туып тұр. Қандай? Біріншісі, Әл-Фараби кезіндегі Түркістан яссы деп аталған. Екіншісі, шырағданнан жарық сәуле жағады деген сөз. Түсініксіз екен. Толық абстракция. Ендеше не ұсыныс айтасың? Білмей тұрмын. Я. Мүмкін Түркістанға бара көрерміз? Негізі солай. Жер жүзін көзбен көру бір басқа. Я. Біз 5 асықты таптық қой. Енді аз қалды. Енді тек қана алға. Ендеше не отырыз? Кеттік. Алға болса алға. Күте бер, Түркістан. Жүріңдер.
қалалардың сұлтаны Түркістан қала. Ал, жүріңдер. Жүр. Жоғарғы жағындағы сәулеттері ерекше екен, қараңдар. Сондықтан Әл-Фарабидің кезінде, яғни 9 ғасырда мұнда жасыруы мүмкін емес.